Боливия оңтүстік Америкадағы көпұлтты мемлекет. Бұл елде туристік онша дамымағанына қарамастан, жыл сайын саяхаттаушылар көптеп келеді. Боливияда испан тілі ресми тіл аталғанымен, елде кечуа тілі де кең тараған. Жергілікті тұрғындар бұл екі тілден басқа тағы 33 тілде сөйлеседі. Жер көлемі жағынан 27-ші орында. Боливияның көптеген туристік көрнекті орындары биік тауларда орналасқан. Мысалы, ел астанасы Ла-Пас теңіз деңгейінен 3600 метр, Титикака көлі 3810 метр, Тиванку жәдігерлері 3885 метр, Уюни тұзды көлі 3706 метр, Потоси қаласы 4090 метр биіктікте орналасқан. Сондықтан Боливияда оттегі жетіспеушілігін жиі сезесіз. Мұндай кезде туристер коки жапырағынан дайындалған шай ішеді. Бірақ есіңізде болсын, кокиден кокаин дайындайды. Сондықтан оны басқа елдерге тасымалдауға болмайды. Спорт. Оттегі жетіспейтіндіктен басқа елдердің спортшыларына жергілікті жағдайға бейім боливиялықтармен бәсекеге түсу қиынға соғады. Боливия футбол командасы Латын Америкасындағы ең әлсіз футбол командасының бірі, бірақ олар өз алаңында бразилиялықтарды да жеңіп кетеді. Халықаралық футбол федерациясы таулы Боливия қалаларында халықаралық матчтарға тыйым салатынын айтқан, бірақ таудағы стадиондарын мақтан тұтатын боливиялықтар наразылық ретінде 4000 метр биіктікке жаңа стадион салатынын мәлімдеген. Сонымен қатар бұл елде рестлинг спорт түрі жергілікті әйелдер арасында кең таралған. Оруро карнавалы. Оруро бұл Ла-Пастан шамамен 3 сағаттық биіктікте орналасқан шағын тау-кен қаласы. Егер бұл жерде жыл сайын әлемге әйгілі Карнавал де Оруро өткізілмесе, туристер үшін бұл таңқаларлық болмас еді. Оруро карнавалы Боливияның ең танымал туристік орындарының бірі. Жыл сайын мұнда 400 мыңға жуық адам жиналады. Егер сіз жылдың осы уақытында Боливияға баратын болсаңыз, Оруроға сапар шегіңіз. Ол жерде боливиялықтардың мәдениеті қандай әдемі және ерекше екенін көресіз. Тағамы. Оңтүстік Америка елі ет және картоп тағамдарымен танымал. Жергілікті халық картоптың 250 түрін егеді. Ла-Пастағы орталық базарға барып, ең дәмді дәстүрлі тағамдардан дәм татсаңыз болады. Бұл елде ақш фастфудтарын ұнатпайды, сондықтан Макдональдс ресторандарының бірде-бірі жоқ. Тіпті жергілікті тағамдардың ақш фастфудтарын қалай жеңгені туралы деректі фильм түсірілген. Боливия тұрғындары тамақты жеке өнер және ол ұзақ пісу керек деп есептейді. Ерекше түрме. Ла-Пас қаласында әлемдегі ең ерекше түрме Сан-Педро орналасқан. Бұл үлкен қабырғалармен қоршалған үлкен қала. Ішінде дүкендер, тігіншілер мен аяқ киім фабрикалары бар. Тұтқындар ақша табу үшін аталған өндіріс орындарына жалданып жұмыс істейді. Мәселен, егер тұтқынның мүлде ақшасы болмаса, бетон еденде ұйықтайды. Ал ақша таба алса, джакузи, теледидар, интернеті бар пәтер жалдап тұра алады. Тұтқындардың әйелдерімен және балаларымен бірге тұруға құқығы бар. Сондықтан түрмеде күн сайын 2 ауысымда қарапайым қалалық мектеп жұмыс істейді.